Бекет ата соңғы 3 ғасырдағы бүкіл қазақ даласының, соның ішінде Арал-Каспий аралық аймағының ең ұлы көрнекті тұлғасы. бір керемет Бекет Мырзағұлұлы 1750 жылы қазіргі Атырау облысы Жылыой ауданы аймағына қарайтын Ақкиіз-Тоғай ауылынан 30 шақырым қашықтықта жем бойындағы Ақмешіт деген жерде мінекей жер асты мешіті. шежіре бойынша шығу тегін тарататын болсақ, Адай, Келімберді, Мұңал, Жаулы, Қосқұлақ, Жаналы. Жаналыдан 5 ұл: Атағұл, Байдығұл, Мырзағұл, Өтеғұл, Жарылқап. Бекет атаның әкесі Мырзағұл, анасы Жәния.